Сәлеметсіңдер балалар, көңіл күйіміз жақсы ма? Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың түсу сызық бойымен таралуы. Сабағымызды бастамас бұрын жарық дегеніміз не? Жарық қалай таралады екен? Сол туралы ой толғап көрейікші. Ендеше әркімде осы сұрақ туралы өзінде ой қалыптасты. Әрі қарай біз Білімрайт сайты арқылы қазір бейнебаян тамашалайық. Ферма принципін қолданып, жарықтың шағылу заңын оңай тексеруге болады. Жарық өзі таралатын ортасын өзгертпеген жағдайда оның жылдамдығы өзгермейді. Сондықтан ең қысқа уақыт, ең қысқа арақашықтыққа сәйкес келеді. АКБ, АОБ, АПБ немесе АСБ жолдарының ең қысқасы қайсысы? Ең қысқа жолды табу үшін Б нүктесінде шағылған сәулені тауып, кейін А және Б штрих нүктелерін қосу керекпіз. Енді ең қысқа арақашықтық АПБ екені көрініп тұр. Сонымен балалар, жаңа видеоролик тамашаладық. Енді мынау сұраққа жауап беріп көріңдерші. Жарық дегеніміз не? Жақсы. Сонда жарық дегеніміз бұл жиілігі 7,5 × 10⁻14 дәрежесі герц. 4 × 10⁻14 дәрежесі герц интервалдағы адамда көру сезімін пайда ететін электромагниттік толқындар екен. Яғни ол бізге көрінетін жарық екен. Жарықтың вакуумдағы таралу жылдамдығы бізде 300.000 км/с тең. Яғни ол санамызға тәуелсіз өмір сүреді жарық. Жарықтың әсері қандай? Қарайық. Жарықтың әсері қоршаған дүниені көреміз. Фотосинтез процесі жүреді. Тұрмысты, медицинада, әскери техникада қолданылады жарық. Хлорофилл түзіледі. Жарық сезгіш рецепторлар тіркенеді. Химиялық реакция тудырады. Сәулелену, оптикалық аспаптарды жасауға мүмкіндік береді екен. Енді жарықтың көздерінің екі түрі бар. Дербес жарық көздері және шағылған жарық көздері. Дербес жарық көздеріне бізде отын, электр шамының қылы, қызған металл кесегі, найзағай. Ал шағылған жарық көздеріне қараңдар. Аспан күнтізбесі, мұхит, теңіз, көл, өзен, суларының беті, өсімдік, қар, бұлт жамылғыларының беті жатады екен. Табиғи жарық көздері не жатады? Қараңдар суретке. Дұрыс айтасыңдар балалар. Күн, жұлдыз, найзағай, өзінен жарық шығарушы жәндіктер, бұлардың барлығы табиғи жарық көздеріне жатады екен. Жасанды жарық көздері екіге бөлінеді. Жылулық және люминесценцияланған. Оның мысалдары міне сендерде слайдта тұр. Келесі балалар, бізге жарықтың түсу сызығы таралу заңына тоқталайық. Жарықтың түсу сызығы таралу заңы бойынша жарық біртекті мөлдір ортада түсу сызық бойымен таралады. Яғни сол кезде көлеңке пайда болады. Жарықтың түсу сызық бойымен таралу заңын ең алғаш рет Евклид тапқан. Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы. Жарық шоқтары ортада бір-бірінен тәуелсіз таралады екен. Келесі көлеңке және жарты көлеңке. Көлеңке дегеніміз жарық сәулесі жетіп бармайтын аймақ. Егер нәрсеге нүктелік жарық көзінен шыққан жарықты бағыттасақ, онда экранда шекаралары анық болатын көлеңке пайда болады. Міне ол сендерде суретте көрініп тұр. Жартылай көлеңкені қалай пайда болады екен? Егер нәрсеге нүктелік емес жарық көзінен шыққан жарықты бағыттасақ, онда экранда көлеңке және жарты көлеңке пайда болады. Келесі слайдта сендерде күннің тұтылуы көрсетілген. Ай күн мен жердің ортасында орналасқан кезде айдың көлеңкесінің жерге түсу құбылысы бізде күннің тұтылуы деп аталады. Айдың тұтылуы қай уақытта болады? Егер ай жердің көлеңкесінде қалған кезде бізде айдың тұтылу құбылысы пайда болады. Балалар, жаңағы айтылған тақырып бойынша білімімізді тексеру мақсатында Дарын онлайн платформасынан тағы да мен сендерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Бұл 10 сұрақтан тұратын тест жұмысы. Бұл тест жұмысын қазір орындап, маған WhatsApp желісі арқылы жібере қоясыңдар. Мен оны тексеріп, сендерге кері байланыс орнатамын. Бірінші сұрақ:
екінші, үшінші сұрақ, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші сұрақ, сегізінші, тоғызыншы және 10-шы сұрақ. Бұл сұрақтардың барлығының жауаптары сендердің оқулықтарыңда берілген. Сондықтан ең алдымен оқулықпен тағы да толықтай танысып, осы сұраққа жауаптарды береміз. Балалар, келесі тапсырма үйге. Бұл тапсырма сендерге деңгейлік тапсырмалар. Тағы да Дарын онлайн платформасынан беріп отырмын сендерге. Бұл А, В, С деңгейінен тұрады. Осы тапсырмаларды үйге аламыз. Келесі сабаққа маған орындап жібересіңдер бұны. Міне А деңгейінен 3 сұрақ, Б деңгейінен 2 сұрақ және С деңгейінен 1 сұрақ. Сәттілік сендерге. Сау болыңдар.